Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен Топкапы сарайында көрген қызықты дүниелерім жайлы әңгімемді жалғастырғым келеді. Ендеше сіздерді Топкапының киімдер, қазыналар және сағаттар бөлмесімен таныстыратын боламын. Киімдер бөлімінде жүріп, өткен ғасырдың тыныс тіршілігі көз алдыма елестегендей болды. Ал ендеше Топкапы, яғни Зеңбіректі қақпа сарайындағы сұлтандар мен оның ұрпақтарының киімдерін тамашалауға кеттік. Топкапы сарайының киімдер бөлімі сарайдағы ең қызықты әрі бай экспозициялардың бірі. Ол негізінен сұлтандардың жеке киімдері сақталған арнайы бөлімде орналасқан. Бұл бөлімдегі ең басты экспонаттар Осман сұлтандарының кафтандары. Топкапыда шамамен 1500-2500-ге жуық киім сақталған. Киімдер алтын жіппен тоқылған маталардан, жібек, барқыт, парча сияқты қымбат маталардан тігілген. Әр сұлтанның жеке стилі болған. Әр киім Осман дәуіріндегі сән мен мәдениетті көрсетеді. Киім арқылы сұлтанның дәрежесін, байлығын, тіпті мінезін де байқауға болады. Киімдер өте кең әрі ауыр болған. Бұл байлық пен биліктің белгісі. Мұнда тек мерекелік емес, күнделікті киімдерді де көруге болады. Ішінде шалбар, жейде, белдік, қалта, тақия, сәлде сияқты бас киімдерде сақталған. Тіпті сұлтан балаларының киімдерінде көруге болады. Бұл сарайдағы өмірді толық көрсететін ерекше жәдігерлер. Гарем әйелдерінің киімдері де бар. Әсіресе сәндік элементтерімен кесте, өрнекпен ерекшеленеді. Киімдерден бөлек көрпелер, кілемдер, жастық қаптары, намаз кілемдері және тұрмыстық маталар да қойылған. Сарайдағы ең құнды экспонаттардың бірі Сүлеймен сұлтанның кафтаны. Кафтан дегеніміз шапан. Оның кафтаны өте кең әрі ұзын болып келеді. Матасы жібек, барқыт, алтын жіппен кестеленген. Өрнектері гүлдер, геометриялық оюлар, көбіне қызыл, алтын және көкті болған. Сүлеймен сұлтанның кафтандары әдейі кең тігілген. Себебі астынан бірнеше қабат киім киген. Денесі ірі болып көрінуі үшін. Бұл күш пен айбынның символын көрсеткен. Мұндай киімдерді тек сұлтандар ғана киген. Қарапайым халыққа мұндай маталар қолжетімсіз болған. Әр кафтан қолмен тігілген өнер туындысы. Сұлтандар киімдерін жиі ауыстырып отырған. Бірақ ескі киімдер тасталмай, арнайы сақталған. Сол себепті киімдер Топкапы сарайы музейінде бізге дейін жетіп келді. Топкапы сарайының киімдер бөлімінде нақты бірнеше Осман сұлтандарының өздері киген киімдері сақталған. Киімдері сақталған сұлтандар Сүлеймен керемет, ең көп сақталған және сәнді кафтандар осы сұлтанға тиесілі. Және Селим 2, Мұрат 3, Ахмет 1, Осман 2, Мехмет 4 сияқты сұлтандардың киген киімдерін көруге болады. Сұлтандардан бөлек ханзадалар, гаремдегі ханымдар, сарай қызметкерлері киімдері де кездеседі. Бұл киімдердің бәрі сол сұлтандар киген түпнұсқа бұйымдар. Кейбірі 400-500 жыл сақталған. Әр киім арқылы сол кезеңнің сәні, әлеуметтік дәрежесі, сарай өмірі көрінеді. Сарайдың қазына бөлімінде сұлтандардың жеке байлығы, асыл тастар, алтын бұйымдар және тарихи мұралар қойылған. Қазына бөлімде алтын тәждер, алтын бесік, алтын және күмістен жасалған зергерлік бұйымдар, ең әйгілісі қасықшы алмасы, үлкен гауһартас,
алтыннан жасалған ыдыстар, тақтар қойылған. Қару-жарақтардан қылыштар, семсерлер, найза, садақ, жебелер, мылтықтар мен тапаншаларды көруге болады. Көп қарулар Сүлеймен Қануни сияқты сұлтандарға тиесілі. Қазына бөліміндегі ең қымбат әрі әйгілі 5 жәдігерге тоқтала кетейік. Қасықшы алмасы. Аңыз бойынша бір кедей адам оны қоқыстан тауып алып, 3 қасыққа айырбастаған. Кейін оның шын мәнінде әлемдегі ең ірі гауһарлардың бірі екені анықталған. Қазір айналасы 49 ұсақ гауһармен көмкерілген. Сарапшылардың бағалауы бойынша оның құны 50 миллион 100 миллион ақш доллары аралығында деп есептейді. Салмағы 86 карат. Мұндай деңгейдегі гауһарлар өте сирек кездеседі. Қасықшы алмасы әлемдегі ең ірі әрі әйгілі гауһарлардың бірі. Сондықтан оның нақты бағасын айту қиын, өйткені ол сатылмайды және музейдің басты қазынасы болып саналады. Топкапы қанжары. Сабында үлкен 3 изумруд бар. Ішінде кішкентай сағат жасырылған. Бұл қанжар нәдір шаққа сыйлық ретінде жіберілмек болған. Бірақ шақ қайтыс болып, қанжар сарайда қалып қойған. Алтын тақ толығымен алтынмен және асыл тастармен безендірілген. Кейбірі інжу мен піл сүйегінен жасалған. Мұндай тақтарда сұлтандар ресми қабылдау өткізген. Бұл биліктің символы. Изумрудтар жинағы. Өте үлкен әрі таза изумрудтар. Кейбірі қару-жараққа, тақтарға орнатылған. Осман сұлтандары изумрудтарды ерекше жақсы көрген дейді. Бұл қазынадағы заттардың көбісі соғыс олжасы, сыйлық немесе арнайы тапсырыспен жасалған. Кейбір бұйымдар 400-500 жылдан бері сол күйінде сақталған. Пайғамбарға тиесілі деген бірнеше заттарды да көруге болады. Онда пайғамбардың бірнеше қылыштары, пайғамбардың тасқа түскен аяқ ізі, пайғамбардың басқа елдердің билеушілеріне жіберген хаттарды көруге болады. Және одан бөлек сағаттар коллекциясы да қойылған. Онда европалық сағаттар Англия, Франция, Швейцариядан әкелінген. Осман шеберлерінің сағаттары да көп нұсқада қойылған. Кейбір сағаттар бүгінге дейін жұмыс істеп тұр. Топкапы сарайы тарихтың үнін сездірген және жүрегімде ерекше із қалдырған сапар болды.